Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Көбенова Алима Тұрарбекқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, сіздерге 3 сынып бойынша Сапарғали Бегалиннің «Шоқан мен мүсінші бала» әңгімесінен панорамалық сабағымды ұсынамын. Бағалау критерийі: тамаша 8-10 ұпай, жақсы 7-5 ұпай, орташа 3-4 ұпай. Сабақта жұптық топтық жұмыс болады. Топтық жұмысты бағдаршам әдісі арқылы бағалаймын. Үй тапсырмасын ой шақыру әдісі бойынша Шоқан Уәлиханов кім деген оқушылар сұраққа жауап береді, және сұраққа жауап берген оқушылар 1 ұпайдан алып отырады. Шоқан Уәлиханов кім? Шоқан Уәлиханов тарихшы ғалым, әдебиетші, зерттеуші, саяхатшы. Сабақтың мақсаты мәтіндегі айтылған ойды түсініп, сұрақтарға жауап береді. Мәтіннің негізгі түйінді тұстарын анықтайды. Сөздік жұмыс: оқушылар сөздікті оқиды, аударады және есте сақтауға тырысады. Мүсінші: скульптор, танымал, известный, әлем, мир, дарынды, одаренный, зейінді, внимательный. Бірінші тапсырма: оқушылар жаңа сөздермен сөйлем құрастырып, және сөйлем құрастырған оқушылар 1 ұпайдан алып отырады. Адасқан әріптер әдісі: адасқан әріптерді ретімен орындарына қояды және 1 ұпайдан алады. Тексеріп көрейік. Тұңғыш, әлем, мүсінші. Ал енді келесі тапсырма: жұптық жұмыс. Оқушылар сандар мен әріптерді сәйкестендіріп, дұрыс сәйкестенген оқушы 2 ұпайдан, қателік жіберген оқушы 1 ұпайдан алады. Тексеріп көрейік. Мүсінші, скульптор, танымал, известный, әлем, мир, дарынды, одаренный, зейінді, внимательный. Бір-бірін тексеріп бағалайды. Оқылым дағдысы бойынша мәтінді оқып, жаңа сөздерге көңіл аударады. Шоқан дарынды балаларды жақсы көретін, оларға көмектесетін. Шоқан жазғы демалыста ауылға келгенде мүсінші бала мысықпен танысты. Шоқан мысықты Ресейге оқуға алып кетті. Мысық өскенде әлемге танымал мүсінші болады. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Және сұрақтарға дұрыс жауап беріп, 1 ұпайдан алады. Шоқан жазғы демалыста қайда келді? Шоқан жазғы демалыста ауылға келді. Шоқан ауылда кіммен танысты? Шоқан ауылда мүсінші бала мысықпен танысты. Шоқан мысыққа не үшін көмектесті? Шоқан мысыққа дарынды бала болғаны үшін көмектесті. Келесі тапсырма топтық жұмыс. Бірінші топтың тапсырмасы мәтінді рөлге бөліп оқиды. Екінші топ сұрақтарға жауап береді. Үшінші топ көп нүктерінің орнына тиісті сөздерді қойып жазады. Оқушыларды бағдаршам әдісі арқылы бағалаймын. Бірінші топтың тапсырмасы мәтінді рөлге бөліп оқы. Шоқан: мұна мүсіндерді кім жасады? Мысық: мен жасадым. Шоқан: керемет, сен атақты мүсінші боласың. Оқуға барасың ба? Мысық: әкем де, шешем де жоқ. Қалай барамын? Шоқан: қорықпа мысық, мен саған көмектесемін. Автор: Шоқан мысықты Ресейге өзімен бірге алып кетті. Кейін мысық әлемге танымал мүсінші болды. Екінші топ сұраққа жауап береді. Диалог кімдер арасында жүріп жатыр? Диалог Шоқан мен мысықтың арасында болды. Шоқан балаға не айтты?
Шоқан балаға атақты мүсінші боласың, оқуға барасың ба деп айтты. Мысық болашақта кім болғысы келді? Мысық болашақта мүсінші болғысы келді. Автордың сөзі қайсы? Шоқан мысықты Ресейге өзімен бірге алып кетті. Кейін мысық әлемге танымал мүсінші болды. Үшінші топ көп нүктерінің орнында тиісті сөздерді қояды. Шоқан ауылға келгенде мысықпен танысты. Мысық мүсін жасайды. Шоқан мысықты Ресейге алып кетеді. Кейін мысық әлемге танымал мүсінші болады. Тапсырма орындап тұрғаннан кейін оқушылар сергіп алады. Ал енді келесі тапсырма, оқушылар Шоқан мен мысыққа сипаттама береді, және тапсырманы дұрыс толық орындаған оқушылар 2 балл, ал тапсырманы орындауда қателік жіберген оқушылар 1 балл қойылады. 5-ші тапсырма, түйінді сөздерді пайдаланып, өз сөзімен оқушылар әңгімелеп береді. Және тапсырманы толық орындаған оқушыларға 2 балдан, қателік жіберген оқушыларға 1 балдан қойылады. Түйінді сөздер: жазғы демалыс, мүсінші, Ресей, дарынды бала, әлемге танымал, жақсы көру, көмектесу. Ал енді оқушыларды бағалап, жұптық, топтық және оқушылардың ұпай санын есептеп, оқушыларды бағалаймыз. Кері байланыс. Ашық микрофон әдісі бойынша оқушылар өз пікірін айтады және сабақты қорытындылаймыз. Үйге тапсырма: түйінді сөздерді пайдаланып, мәтінді әңгімеле. Назарларыңызға рахмет.